Наурызнаманың 7-ші күні ұлттық спорт күні ретінде аталып өтеді. Осыған орай нөмірі 1-ші Арыс қалалық балалар мен жасөспірімдер спорт кешенінде қазақ күресінен 2010, 2011, 2012 жылы туылған кіші жасөспірімдер арасында Арыс қаласының ашық біріншілігі өтті. Қазақша күрес әлемдегі ең тарихы терең спорт түрінің бірі. Сондықтан болар қазақтың ешбір ұлы тойы мен мерейлі мерекесі онсыз өтпеген. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы қарсаңында ұйымдастырылған шараға Арыс қаласынан бөлек Түркістан облысына қарасты 4 ауданнан спортшылар арнайы келіп қатысып 7 түрлі салмақ негізінде бәсекеге түсті. Спорттық шара әдеттегідей қатысушылардың рухын көтеру мақсатында әнұранмен басталды. Ал тартысты шараны Арыс қалалық нөмірі 1-ші жасөспірімдерге арналған спорт кешенінің директоры Жақсыбек Қалымбетов ашып берді. Бүгінгі жарысқа қатысушылардың барлықтарыңызға сәттілік тілей отырып, алдағы Құда қаласа араларыңызда бірінші рет боз кілемге шығып жатқан спортшылар бар. Құда қаласа сол кішкентай балаларыңызға болашақта үлкен спорттық ареналарда облыстық, республикалық, халықаралық спорттық боз кілемдерде белдесуге Арыс намысын, Түркістан облысымыздың намысын қорғайды деп сенім білдіремін. Қазақ күресі еліміздегі ең танымал спорт түрі. Жыл өткен сайын жастар арасында дәл осы спорт түріне зор қызығушылық артуда. Сондықтан болар қазақ күресінен өткен тартысты додаға 120-дан аса спортшы қатысып бақ сынады. Айта кетейік, аталған жарысқа ұлттық дәрежедегі төреші Досбол Қосшыбеков қазылық етті. Ұлттық ойынды ұлықтап қана қоймай, оқушылар арасында салауатты өмір салтын насихаттауды мақсат еткен біріншілікте жүлделі орын алған оқушыларға медальдар мен дипломдар табыс етілді. Жұмайым Абызбай, Жантөре Болысмұрат, Арт ТВ жаңалықтары.